Сәлем достар, біз бүгінгі сабақтан бастап сіздермен ЭКГ ленталарын талқылайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші ЭКГ лентасын талдауды біз ритм синусты ма, синусты емес па, осыған қарап талдаймыз. Ритм синусты дегеніміз, егер п тішесі бар болса, мінекей мына жерде п тішесі, мына жерде п тішесі, көріп тұрмыз, міне п тішесі. Мінекей п тішесі. П тішесі оң мәнді және көріс комплексінің алдында орналасса, онда ритм синусты дегенді білдіреді. Бізде п тішесі оң мәнді және көріс комплексінің алдында орналасып тұр. Міне п тішесі оң мәнді, көріс комплексінің алдында. Міне, басқа жерлерде қарасаңыздар болады. П тішесі оң мәнді дегеніміз изолинияның бойында орналасып тұр. Яғни изолиниядан жоғары орналасса оң мәнді, изолиниядан төмен орналасса теріс мәнді дегенді білдіреді. Біздің бірінші ритм синустылығын анықтаған кезде бұл ЭКГ лентасында ритм синусты. Егер п тішесі теріс мәнді болып, немесе көріс комплексінің алдында орналаспаса, онда ритм синусты емес деп қорытынды жасайсыз. Екіншісі, ырғақтылығы. Ырғақтылығын анықтау үшін біз RR аралықтарын қараймыз. Мінекей, мынау бізде R тішеміз, мынау R тішеміз. Екі R-дің аралығы мен келесі R-дің аралығын салыстырамыз. Екеуі бір-біріне тең, көздей шамалаған кезде. Мынаны қараңыз, енді мынаны қараңыз. Барлығының аралықтары бірдей, тең болып тұр. Егер мысалы мына лентаға қарайтын болсаңыз, мына екеуінің арасы қысқа, ал мына екі R-дің арасы ұзақ, яғни ұзын болып тұр. Көзбен байқауға болады. Яғни бұл ырғақты емес, ал біздің қолымыздағы ЭКГ-да ырғақты. Екеуінің аралықтары бірдей болып тұр. Басқа жерлерден де қарауға болады. Үшіншісі, жүрек соғу жиілігін анықтаймыз. Жүрек соғу жиілігін анықтаудың бірнеше тәсілдері бар, бірақ мен өзім пайдаланатын ең оңай тәсілін сіздерге көрсетемін. Ең бірінші, біз ЭКГ қанша жылдамдықпен түсірілді, соны білуіміз қажет. Біздің ЭКГ-мыз 25 мм бөліне секундпен түсірілді. Екінші стандартты тіркемеге барамыз, және бұл жердегі үлкен клеткалардың санын санаймыз. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5 кішкене толмай тұр, мына R тішеміз кішкене клетканы толтырмай тұр. Сондықтан 1, 2, 3, 4, 5 деп мен толық есептеймін. 5 үлкен клетка болатын болса, 25 пен түсірілген болса жылдамдық, онда 300-ді үлкен клетканың санына бөлеміз. Үлкен клетка бізде 5 үлкен клетка шықты, демек 60. Бұл пациенттің жүрек соғу жиілігі 60 рет соғып тұр минутына. Егер жылдамдық 25 пен емес 50 мен түсірілген болса, онда 600-ді үлкен клеткалардың санына бөлесіз. Сонда сізге жүрек соғу жиілігі шығады. Бұл мен өзім пайдаланатын ең оңай әрі ең жылдам есептеуге болатын жүрек соғу жиілігінің формуласы болып табылады. Ал негізгі оқулықтарда мына әдіспен пайдаланады. Егер 25 пен түсірілген болса, осы жердегі майда клеткалардың санын санайды. Мысалы 5 үлкен клетка болса, әр үлкен клеткада 5 майда клетка бар. Значит, бұл жерде общий 25 майда клетка бар. Демек, 25-ті біздікі 25 мм секундпен түсірілді ғой. Сол үшін 25-ті көбейтеміз 0,4-ке. Тең, бірге тең болады. Енді 60-ты осы шыққан санға бөлеміз. Тең, бұл бізде жүрек соғу жиілігін береді. Яғни бұл тең 60-ға. Бұл екінші тәсілі. Бұл тәсілде егер 50 мен түсірілетін болса, ЭКГ ол кезде 0,02-ге көбейтеді. Егер 50 мен түсірілетін болса. Ал егер 25 пен түсірілетін болса, онда 0,4-ке көбейтесіздер. Бұны шатасып алмау қажет. Ал мен өзім ең жиі пайдаланатын үлкен клеткалардың санын 25 пен түсірілсе 300-ді үлкен клеткаға бөлемін. Ал егер 50 мм бөліне секундпен түсірілетін болса ЭКГ, онда 600-ді үлкен клетканың санына бөлемін. Осы әдісті үйреніп алсаңыздар болады. Жүрек соғу жиілігін анықтадық. Келесі вольтажын анықтаймыз.
Вольтажын анықтау үшін біз бірінші, екінші, үшінші стандарттық тіркемедегі R-дің биіктіктерін есептейтін боламыз. Яғни бір майда клетка 1 миллиметр деп есептелінеді. Мысалы, мына жерге қарайтын болсақ, бұл бір клетканы толықтай алып жатыр, және оның астында 2 майда клетка бар. Мына жақта 5 миллиметр, 2-ні қосамыз. Бірінші R-іміз бізде 7 миллиметрді құрап тұр. Ал екінші R-іміз 5-ті толықтай алып тұр бір клетканы, және астында бір майда клетка бар. Значит, бұл жерде 6. Ал мына жерде бұл изолинияның бойында орналасып тұр R, яғни R биіктігі жоқ. Енді вольтажды анықтау үшін бірінші, екінші, үшінші стандарттық тіркемедегі R-лердің биіктігін қосамыз. Яғни бізде бірінші R-іміз 7 миллиметр, екінші R-іміз 6 миллиметр, ал үшінші R-іміздің биіктігі 0-ге тең. Яғни 13 миллиметрді құрайды. Вольтаж 15-ке тең болса, немесе 15-тен үлкен болса, вольтаж сақталған деп қорытынды жасаймыз. Ал бірақ бізде вольтаж 13 миллиметрді құрап тұр, яғни 15-ке жетпеді. Біздің EKG-мізде вольтаж сақталмаған. Бесіншісі бұл жүректің электрлік осі. Жүректің электрлік осі солға немесе оңға ағысуы мүмкін, немесе қалыпты орналасуы мүмкін. Оны анықтау үшін тағы да R-лердің биіктігіне қараймыз. Бізде бірінші стандартты тіркемемізде R-дің биіктігі 7 мм болды, екіншісінде 6 мм болды, үшіншісінде биіктігі 0-ге тең болып тұр. Егер қалыпты жүрек электрлік осі бұл екінші стандарттық тіркемеде ең үлкен R-ді көрсетеді. Ал бұл жерде бізде бірінші тіркемеде R-іміз ең үлкен болып тұр. Бұл демек жүрек горизонтальды бағытта орналасып тұр. Горизонтальды бағыт дегеніміз жүрек оңға қарай ығысқан. Егер үшінші стандартты тіркемеде R ең биік болатын болса, ол кезде бұл жүрек вертикальды бағытқа ығысқан деп айтамыз. Ол жүректің солға қарап ығысуын көрсетеді. Ал егер екінші стандартты тіркемеде R ең биігі болатын болса, онда бұл R жүректің электрлік осінің қалыпты екенін көрсетеді. Енді келесі PQ интервалының арасын есептейтін боламыз. PQ интервалының арасын есептеу үшін P-дің басталған жерімен Q-дің басталған жеріне дейінгі аралықты санаймыз. Майда клеткалардың санын 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 майда клетка бар. Осы майда клетканы 0,02-ге көбейтеміз. Сонда 0,12-ні құрап тұр. Ал PQ интервалының қалыптыдағы нормасы 0,12 және 0,20-ның арасын құрайды. Бұл нормада. Және келесі көрес комплексінің ұзақтығын анықтаймыз. Яғни ол мына көрес комплекс тұрған жер бір кішкентай ғана 3 клетканы құрап тұр. Оны да 0,02-ге көбейтетін болсақ, 0,06-ға тең болады. Көрес комплексі, QRS комплексі 1 миллиметрге дейін норма болады. Яғни 0,06 бұл бізде норма болып тұр. Келесі ST сегментінің орналасуына қараймыз. ST сегменті мінекей. Мына изолинияның бойында ма, изолинияның бойында емес пе, осыны тексереміз. Мінекей изолинияның бойында, мына жерде де изолинияның бойында, мына жерде изолинияның бойында. Тура осылай бүкіл тіркемелерді қарап шығатын боламыз. Бұл бірде изолинияның бойында. Енді V2-ге қараймыз, изолинияның бойынан жоғары орналасып тұр. V3-те де изолинияның бойынан жоғары орналасып тұр. Қалған тіркемелерді қараймыз. VR-де, AVR-де изолинияның бойында, AVL-де де, AVF-те де изолинияның бойында, ал V4-те бойында шамалы тыға қарай көтерілген, V5-те изолинияның бойында, және V6-да изолинияның бойында. Егер ST сегменті бүкіл тіркемелерде изолинияның бойында болатын болса, онда ST сегменті изолинияда орналасқан деп айтамыз. Ал бірақ бізде V1-ден басталған негізі кішкене ғана көтеріліп, V1, V2, V3 кеуде тіркемелерінде изолиниядан жоғары болып тұр ST сегменті. Яғни бұл ары қарай науқасты зерттеу керек, себебі бұл артериальная гипертензия кезінде болуы мүмкін, немесе
стенокардия кезінде болуы мүмкін. Сондықтан науқастың шағымдарын сұрап, клиникалық көріністеріне баға беріп, анализдерді тапсыртып көру қажет. Және ең соңғысы біз ТТ жүйесін тексеретін боламыз. ТТ жүйесі оң мәнді ме, яғни изолинияның бойынан жоғары орналасып тұрма. Мінекей ТТ жүйесі оң мәнді, мына жерде де оң мәнді, мына жерде де оң мәнді. Осылай барлығын қарап шығатын боламыз. Оң мәнді ТТ жүйесі. АВР-де қарасаңыздар, ПТ жүйесі теріс, курез комплексі де теріс, ТТ жүйесі теріс. Бұл АВР-дің диагностикалық маңызы өте төмен, сондықтан біз АВР-ден қарап диагноз қоймаймыз. Сондықтан басқаларына көбірек көңіл бөлетін боламыз. ТТ жүйесі барлық жерде оң мәнді, яғни соңғы нәтижеміз ТТ жүйесі оң мәнді деп қорытындылайтын боламыз. Яғни ритм синусты, ырғақты, жүрек соғу жиілігі минутына 60 рет, вольтаж сақталмаған, электр осіміз оңға қарай ығысқан, яғни горизонтальды бағытта, PQ интервалымыз қалыпты, курез комплексіміз қалыпты, ST сегментіміз V1, V2, V3 кеуде тіркемелерінде шамалы жоғарылаған изолиниядан, және ТТ жүйесі оң мәнді деп соңғы қорытындымызды жасаймыз. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Бүгінгі видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл біздің каналдың әрі қарай дамуына өз үлесін қосады.